Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін шоколадный сметаник пирогын жасайтын боламыз. Дайындалу жолы өте оңай, асыққан кезде жасайтын, дәмі керемет, дастарханда ерекше болып көрінеді. Каналыма тіркеліп, видеоны толықтай көріп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Толық рецепті видеоның астына қалдыратын боламын. Құрғақ ыдысымызға ерітілген сары май жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен сахарный пудрамызды салып, араластырып, артынан ұнды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қыздар, қолмен илегендеріңіз өздеріңізге ыңғайлы болады. Ешқандай артық ұнның қажеті жоқ. Басында қолға жабысатын теста болады, кейіннен бірігетін болады. Мен көрсеткен мөлшер бойынша салсаңыздар, өте жұмсақ теста пайда болады. Осылай илеп алғаннан кейін тестамызды демалдыру үшін 15-20 минутқа холодильникқа салафанға салып қоямыз. Шоколадты микроволновкада немесе водяной баняда ерітсеңіздер болады. Кейін қантымызға 3 жұмыртқамызды салып, қанты ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен суыған шоколадымызды қосып, араластырып аламыз. Сосын сметананы салып, артынан какаоны қосып, однородный масса болғанша барлығын жақсылап араластырып аламыз, қыздар. Бізде осындай масса пайда болады, сұйық болып кетпейді. Жақсылап бәрін араластырып алыңыздар ең бастысы. Холодильниктен шыққан тестамызды жайып, формамызға салатын боламыз. Вилкамен тесеміз көтеріліп кетпес үшін. Қызып тұрған пешімізде 160 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз, қыздар. Ол сіздердің пештеріңізге де байланысты. Бөлме температурасында суып, формадан шешіп, пирогымызды сосын барып кессек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Дастархандарыңызға да қойсаңыздар, өте ерекше болып көрінеді. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пирогты әсемдеп, үстіне неше түрлі жеміс-жидектер қойсаңыздар болады. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Ас болсын, сіздермен болған Мөлдір.